Баршаңызға сәлем. Сіздермен өте жеңіл және қарапайым ғана бөрек дайындаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап өтіңіз және де каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Бұл жолы біз картоппен бөрек дайындайтын боламыз. Бізге керегі екі ғана зат, ол картоп және де лаваш нанымыз қажет. Картопымызды алдын ала аршып, ең үлкен 3 картопты алып, сыртын тазалап, осындай етіп бөліктерге бөліп аламыз. Сосын оны таза суымызға алып пісіріп аламыз. Одан кейін ыстық күйінде осындай табамызға салып, үстінен дәміне қарай тұзымызды қосамыз, аздап қана қара бұрышымызды қосамыз және сары май қосып, осындай картоп езгішпен әбден езіп аламыз. Картопты өз қалауыңыз бойынша құрамын көбейте берсеңіздер болады. Біздің картопымыз дайын болды. Міне енді біз дүкеннен сатып алынған лаваш нанымызды формаға келтіріп аламыз. Менде дөңес пішінді лавашнан өте үлкені, дүкеннен арнайы дөңгелегін сатып алсаңыздар болады. Дөңгелегі кесуге ыңғайлы әрі формасы әдемі болып көрінеді. Менде формасы сәл қисайған түрінде болады. Кішкене қиындау формаға келтіру, сондықтан осындай етіп кесіп алдым. Енді кесіп алған жұқпа нандарымызға осындай картопты қосып орап аламыз. Менде осындай үлкен форма болғандықтан оралуы өте қалыңдау болып кетті. Негізі жіңішке алып ораған дұрыс және әдемірек көрінеді. Менде бастапқыда осындай жуандау болып оралынды. Өйткені мен лаваш наным өте үлкен болды. Кейінгілерін мен жұқа етіп кішкене қылып орадым. Осындай етіп орап аласыздар, видеода көрсетілгендей етіп, және де жабыстыру үшін қолыңызды кішкене суға малып орап алсаңыздар болады. Енді осындай табамызды алып, аздап қана сұйық майымызды құйып аламыз, оны қыздырып аламыз. Қызып тұрған майымыздың үстінен дайын бөректерімізді салып, екі жағын қызартып, аунатып пісіріп аламыз. Табаларыңыз тегіс болғаны дұрыс. Сұйық май көбірек қоса берсеңіздер де болады, сонда жан жағы толықтай қызарып піседі. Мен сұйық майды аз ғана құйып алдым. Жан жағын толықтай қызартып алдым. Міне барлығында осылай салып алдым. Енді осыларды қызартып пісіріп аламыз. Отымыздың астын орташа отқа қойып қоямыз. Бұл жолы мен картоппен жасадым. Өте жеңіл ғана, әрі қарапайым ғана.
Менде тағы да YouTube каналымда сырмен жасалған түрі де бар. Кез келген заттарды қоса берсеңіздер болады. Өз қалауыңыз бойынша қосасыз. Біздің бөректеріміз дайын болды. Өте қытырлап, әдемі болып тұрады. Бұны ыстықтай жеген дұрыс. Өте нәзік кетеді, әрі қарапайым ғана, өте жеңіл тағамның түрі десек те болады. Тіске басар әрі. Сізде жасап көріңіз. Егер сізге видео ұнап жатса, каналға тіркеліп қойыңыз және де лайк баса өтіңіз.